Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мен Спамбетов Фариза Айбекқызы, халықты әлеуметтік қорғау саласындағы бақылау бөлімінің бас маманы болып табыламын. Жалпы бізге мемлекеттік қызметке, оның ішінде әкімшілік қызметке кіру туралы көптеген сұрақтар келіп жатады. Сол сұрақтардың кейбіреулеріне қысқаша жауап беріп өтсем. Бірінші сұрақ, бос лауазымды қалай таңдаймыз, қандай сайттар арқылы қай мемлекеттік органда қандай қызметтің бар екенін білсек болады деген сұрақ. Жалпы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдар туралы ақпаратты e-қызмет.gov.kz интернет порталында, сондай-ақ мемлекеттік органдардың және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің интернет ресурстарында орналастырылады. 2026 жылғы 1 сәуірден бастап Қазақстанда мемлекеттік қызметке қабылдаудың жаңартылған тәртібі енгізілген болатын. Яғни конкурсқа қатысу үшін өтініштердің барлығы e-қызмет.gov.kz жаңағы сайты арқылы онлайн түрде беріледі. Мемлекеттік лауазымдарға кандидаттар конкурстарға қатысар алдында заңнаманы білуге арналған тестілеуден, сондай-ақ жеке қасиеттерін бағалау кезеңінен өтеді. Заңнамалық тест Қазақстан Республикасының Конституциясын, мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдары, сонымен қатар әдеп кодексі бойынша жүргізіледі. 55 сұрақтан тұратын тестілеуде кемінде 30 сұраққа дұрыс жауап берілуі және әрбір нормативтік акт бойынша кемінде 5 дұрыс жауап көрсетілуі қажет. Жеке қасиеттерді бағалау үшін 3 бағдарлама бойынша жүргізіледі. Басшылық лауазымдарға арналған, басшылық емес лауазымдарға арналған, сонымен қатар жұмыс өтілін талап етпейтін төменгі лауазымдарға арналған. Яғни жеке қасиеттерін бағалау үшін жаңағы эмоционалдық, әлеуметтік және логикалық қабілеттері есепке алынады. Тестілеу нәтижелері 1 жыл бойы жарамды болып саналады. Кандидаттар жеке қасиеттерді бағалау тестін айына 3 ретке дейін тапсыра алады. Конкурсқа ең жоғары балл жинаған топ 5 кандидат жіберіледі. Құжаттар жеке кабинет арқылы ұсынылады. Басшылық лауазымдарға кандидаттар эссе жазып, бейне байланыс арқылы әңгімелесуден өтеді, ал басқа лауазымдарға кандидаттар практикалық тапсырмалар орындайды, яғни аналитикалық жазба, ресми хат дайындау, өтініштерді қарау секілді. Жүйе барлық нәтижелерді автоматты түрде есептейді. Ең жоғары жиынтық балл жинаған кандидат жеңімпаз деп танылады. Балл тең болған жағдайда еңбек өтілі мен білім деңгейі ескеріледі. Жалпы іріктеу кезеңдерінің ашықтығы, объективтілігі және әділдігін қамтамасыз ету мақсатында әңгімелесу кезеңін қоспағанда барлық кезеңдерде прокторинг қолданылады. Жаңа тәртіпке сәйкес конкурс рәсімдердің ұзақтығы айтарлықтай қысқарып, орта есеппен 5-7 жұмыс күнін құрайды. Бұрын 20-30 күнге дейін болса, қазір 5-7 күнге дейін қысқартылды. Жалпы жаңартылған жүйе мемлекеттік қызметке қабылдау процесін жеңілдетіп, оның ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ кәсіби кадрларды тартуға мүмкіндік береді. Яғни жаңағы конкурстан жеңімпаз болғаннан кейін, жаңағы кандидат белгіленген тәртіппен мемлекеттік әкімшілік лауазымға тағайындалады. Мемлекеттік қызметке алғаш кірген немесе мемлекеттік қызметтен шығарылғаннан кейін қайта кіретін азаматтарға міндетті арнайы тексеру жүргізіледі. Арнайы тексерісті ұлттық қауіпсіздік органдары жүргізеді. Яғни жаңағы мемлекеттік қызметке алғаш кірген және қызметтен шығарылғаннан кейін қайта кіретін азаматтар үшін арнайы тексерудің оң нәтижесі талап етіледі. Кандидаттарға қатысты арнайы тексеру жүргізу мерзімі 3 айға дейін созылуы мүмкін. Бұл ретте мемлекеттік қызметке қабылданған азамат арнайы тексеру нәтижелері алынғанға дейін тиісті лауазым бойынша міндеттерін уақытша атқарады. Мемлекеттік қызметке жаңағы қабылданғаннан кейін алғаш кірген азаматтарға тәлімгер, жетекшілер белгіленеді. Одан кейін жаңағы мемлекеттік қызметке кіретін мемлекеттік қызметте болуына байланысты заңнамада белгіленген шектеулерді қабылдау қажет мемлекеттік қызметші. Одан кейін арнайы тексерудің оң нәтижелерін алынғаннан кейін мемлекеттік қызметке жаңағы лауазымға тағайындалады. Тағайындалғаннан кейін мемлекеттік қызметші белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің антын қабылдайды. Жалпы негізгі нормативтік құқықтық актілер осы жаңағы конкурстан өтуге
қатысты айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заң, мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасу жөніндегі тиісті қағидалар, мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға қағидаттардың тестілеудің қағидалары мен бағдарламалары, және сонымен қатар мемлекеттік қызметтік өткеруді реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілер болып табылады. Жалпы қысқаша айта кетсек осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.